Қарбыздың піскен-піспегенін парықтау әдісі. Жаз мезгілінде күн ыстық болғандықтан қарбыз халықтың ұнатып жейтін сүйікті тағамының біріне айналады. Қарбыздың да неше түрлі сорттары мен піскен, піспегені болады. Жақсы піскен, тәтті қарбызды талдауға азырақ болса да білім қажет. Төменде қарбыздың сыртқы ерекшеліктеріне қарап, жақсы піскен, піспегенін ажырату жолдарын таныстырамыз. Бірінші, жолақтарының реңіне, жолақтардың аралығының алыс жақындығына қарау керек. Жақсы піскен қарбыздың жолақтарының реңі біршама қанық, әрқайсы жолақтардың арасы алыс, жолақтарын қолмен сипап көргенде өте майда тегіс емес, азырақ кедір-бұдыр болып келсе, біршама жақсы піскен деп қаралады. Екінші, кіндік бөліміне қарау керек. Жақсы піскен қарбыздың кіндік бөлімі мен сабақ бөлімі ойысырақ, ал жақсы піспеген болса дөңесірек болып келеді. Бұны кейбіреулер еркек қарбыз, ұрғашы қарбыз деп те ажыратып жатады. Еркек қарбыздың кіндік бөлімі дөңесірек, ұрғашы қарбыздың кіндік бөлімі ойысырақ болады. Мұндайда диқандардың айтуы бойынша кіндігі ойысырақ түскен ұрғашы қарбыз тәттірек көрінеді. Үшінші, сабағына қарау керек. Қарбыздың сабағы жасыл түсті болып тұрса, бұл қарбыздың ұзақ сақталмағандығын, жуықта ғана үзіп алынғандығын білдіреді. Егер сабағы өте қурап кеткен болса, онда бұл қарбыз бәлкім ерте үзіп алынған, жақсы қарбыз емес болуы бек мүмкін. Үшінші, чертіп көріп, шыққан дыбысын тыңдау керек. Қарбызды чертіп көрсеңіз, жақсы піскен қарбыз болса, шыпылдаған дыбыс шығады. Дыбысы анық болмайды. Ал жақсы піспеген қарбыз болса, тоңқылдаған тұнық дыбыс шығады. Бір қолымыздың алақанымен ұстап тұрып, және бір қолымыздың шапалағымен сыртынан ұрғанда, алақанымызда сілкінгендей, толқынғандай сезім пайда болса, онда бұл да піскен қарбыз, біршама жақсы. Қарбыздың біршама жұқ екендігін білдіреді. Ақпарат сіздер үшін пайдалы болса, видеомызға лайк басып, қарбыздың піскен-піспегенін парықтаудың өзіңіз білетін басқа да әдіс тәсілдері болса, төмендегі лебіз тақтасына пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыз.